Сәлем баршаңызға. Бүгін осындай әдемі әрі дәмді болып шығатын холодец жасаймыз. Сиырдың басын немесе сирағын осылай 6-7 сағаттай баяу отта қайнатамыз. Бір сарымсақ, бір сәбіз, лавровый лист, 10 шақты бұрыш және тұз салып, тағы да біраз қайнатуға қойдым. Уақыт болғаннан кейін барлығын сүзіп аламыз. Сорпамызды да сүзгіштен өткіземіз. Енді осының барлығын сүйектен ажыратып аламыз. Және сорпада бірге пысқан сәбізден мен осындай әдемілік үшін гүл жасадым. Кәсемізге осылай петрушканы қойдым. Жәнегі етімізбен құйқамызды осылай ұсақтап турап шығамын. Мен екі түрлі холодец жасайтын боламын. Біреуі осылай кәседе жасалатын, екіншісі ет тартқыштан өткізіп жасайтын боламыз. Кәсеге туралған заттарымызды орташа қылып саламыз. Мен әр кәсеге бір-бір чесноктан салдым. Оны осылай чеснокодавкадан өткіземіз. Дәміне қарай бұрышын саласыздар. Ыстық сорпамызды еттің бетін сәл ғана жауып тұратындай етіп құясыздар. Және салқынға 3-4 сағатқа қойып қоясыздар. Енді қалғанның барлығын ет тартқыштан өткіземіз. Мен негізі холодецтің чесногы көп болғанды жақсы көрем. Енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай қосасыздар. Бұрышын құясыздар. Ыстық сорпаны құйып, барлығын араластырамыз. Бізде осындай қоймалжың масса шығу керек. Менде осындай специальный форма бар. Немесе ет табаққа да құюға болады. Барлығын құйып, бетін жауып, салқын жерге қоясыздар. Холодецтерді мен ертесінде бірақ кестім. Міне осындай болып шығады. Барлығы жақсы қатып тұр. Қазір осының барлығын ашып сіздерге көрсетемін. Өте әдемі болып шығады. Менде бұл жерде кәсеміздің көлемі үлкен. Кішкентай кәсеге де жасап, қонақ келгенде үстелге қойсаңыздар, өте әдемі болып көрінеді. Қалауларыңызға қарай ішіне горох та қосуға болады, кукуруза да қосуға болады. Қандай зат қоссам десеңіздер, өздеріңіз білесіздер. Арасын кесіп көрсетейін. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецепт бойынша. Енді мен екінші ыдыстағында кесіп көрсетейін. Екінші ыдыстағы холодеціміз тоже жақсы қатты. Өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.